Сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік? Сіздермен жүздеспегелі біраз уақыт болды. Бүгінгі менің сіздермен бөлісейін деп отқан тақырыбым біздің қазақ халқының дәстүрі жайлы. Дәстүр деген өте ауқымды мағыналы сөз. Салт, дәстүр, әдет, ғұрып деп бір ауызбен де айтуға бола салар еді. Бірақ оның мағынасы өте терең. Дәстүр деп нені айтамыз? Мысалы, мынау қазақтың салт дәстүрлері мен әдет ғұрыптары деген кітапта былай деп жазылған екен. Дәстүр қазақ халқының діннен кейінгі күшті құралы, салты мен дәстүрлері деп Әлихан Бөкейханов атамыз айтқан екен. Халықтың атадан балаға көшіп, жалғасып және дамып отыратын тарихи, әлеуметтік, мәдени тұрмыстық, кәсіптік, салт сана, әдет ғұрып, мінез құлық, тәлім тәрбие және рухани іс-әрекеттің көрінісі дәстүр арқылы танылады дейді. Дәстүр мәдениеттіліктің белгісі. Дәстүр байлығы, мәдениет байлығы. Ол ел өмірімен біте қайнасып кеткен рухани байлық. Мысалы, ата-ананы, үлкенді құрметтеу, байғазы, көрімдік, сүйіншік, кәде сұрау, құрдастық, қалжың, сәлем беру, ат тергеу, тағы басқалардың бәрі дәстүрге жатады. Қазақ халқы салт пен дәстүрге өте бай. Әдет ғұрып, ишара, ырым, тыйым, бәрі де осы салт дәстүр мұхитының салалары мен тармақ, тамшылары болып саналады. Кеңестік биліктің асыра сілтеуі салдарынан ұлттық салт дәстүрдің заңдылық ережелері бұзылды. Ол арқылы рухани дүниемізге елеулі нұқсан келді, көпшілігі ұмытылды немесе тыйым салынды. Мұның соңы ата дәстүрдің аяқ асты болуына келіп соқты. Шындығында ел тәрбиесінде дәстүрдің жолы мүлде бөлек. Ол қазақты озық мәдениетті ел жасайтын тамыры тереңде жатқан табиғи заңдылық деп жазылған екен. Бұдан артық асып ешкім айта алмас дәстүр салт туралы. Дәстүрің дәулетің, салтың санаң, ғұрпың ғұмырың дегенде сөз бар екен қазақта. Дәстүрдің ішіне өте көп нәрселер кіреді деп жаңа айтылды. Мысалы, құрсақ тойы, қазан жарыс, сүйінші, шілдехана, шашу, қалжа, тымаққа салу, бесікке салу, мысалы, тұсаукесер сияқты, көз тию, мойнына бұршақ салу, бала асырап алу, кекіл, тұлым, тұмар, сол сияқты айта берсек, қазаққа тән дәстүр салттардың түрлері өте көп екен. Мен осы Сейіт Кенжеахметұлы деген кісінің кітабындағы бір-екі дәстүрге тоқтала кетейін. Мен бұның жаңағы жоғарыда айтылған сөздің бәрі, дәстүрдің бәрін сіздер білесіздер. Естігеніміз бар, білмейтініміз бар. Соның ішіндегі мен алғашқы естілген дәстүрдің біреусі деңгене деп аталады екен. Деңгене дегеніміз не? Соңғы жылдарда ұмытылып бара жатқан дәстүрдің бірі деңгене. 2 немесе 3 жігіт басын қосып, ауқатты үйге деңгене жеуге келдік дейді екен. Оның шарты бойынша үй иесі бір семіз қойды бас сирағына дейін асып, деңгене сұрап келгендердің алдына қояды. Олар бір қойдың етін сорпасымен ішіп, жеп кетулері керек. Егер олар қойды жеп кетсе, қойдың құны сұраусыз. Егер етті таусалмаса, олар үй иесіне 2 қой төлеуге тиіс. Кей жерлерде мұны сірне деп атайды. Қазақстанның оңтүстік жағында деңгененің қолданылуы басқаша. Бұл жақта 4-5 үй бірігіп, бір малды ортақтасып сойып алады. Ол біткен соң тағы бір малды ортақтасып сояды. Сөйтіп кезектесе береді. Бұл негізінен қыстың күні жылы өңірде соғым еті көп сақтауға келмейтіндіктен туған амал болса керек. Дәстүр деген сөз көзіме түскеннен кейін айтып отырмын. Негізі алфавит бойынша бәрі орын-орнымен, рет-ретімен жазылған нәрсе екен. Дастархан жайлы, дәстүрлі баспана, дерт көшіру, әрпінен келетін жалпы салт дәстүрлерді келтірген екен. Соның ішінде домбыра, дұға оқыту, дүкен майлау дегенде нәрселер бар екен.
Соның ішінде дүкен майлау дегенге қысқаша тоқталайын. Дүкен майлау халық ұғымында ұста дүкені киелі орын саналады. Сондықтан ұсталар мен зергерлер жұмыс орнын, яғни дүкенін ашқанда немесе жаңа жерге көшіргенде арнайы мал сойып, ауыл аймағын шақырып, ұсталар пірі Дәуіт пайғамбарға арнап Құран оқытады. Көптің батасын алады. Ұста дүкеніне барған адам тазаланып, сәлем беріп кіреді. Ұста дүкенінен рұқсатсыз ештеңе алуға болмайды. Мұның бәрі ұстаға, ұста дүкеніне деген ірі құрмет, әрі сенім деп жазылған екен. Міне. Айта берсек өте көп дәстүрлер жайлы, салт санас жайлы. Соның тағы бір бөлімі емге сұрау деген бар екен. Көңілімізге таныс құлаққа жатық болғанмен, мұны былай деп жазған екен. Емге сұрау. Қазақта зәру затты, мысалы қазыны, жүрек майын, қарындағы мамыр майын, тағы басқа да заттарды емге сұрайтын ырым бар. Қалыптасқан халық заңы бойынша емге деп сұрағандарға тамақ болсын, зат болсын, сөзсіз беруге тиіс. Халық ішінде табылуы өте қиын бір нәрсені емге іздесең таба алмайсың деген сөз бар. Емге, ырымға сұрағанда бермей қалу біздің халықтың әдетіне жоқ нәрсе екенін естен шығармау керек деп жазылған. Сіздермен тағы да бір жолы бөлісермін. Дәстүрлердің түрлері де көп, салттардың түрі көп. Жеке-жеке тоқталып өтемін. Ендігі айтайын дегенім, мынау әдет ғұрып салт сана деген мақалдардың ішінде бір-екі сіздерге мақалдарды оқып бергім келіп отыр. Сыпайы